Барлықтарыңа сәлем, қалайсыздар? Дизайн негіздері модуліне қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ол түстердің гармониясы. Жалпы бүгін түстердің модельдерін, оның типтерін, қай жерде қандай түс қолдану керек, түстердің психологиясы туралы айтып өтетін боламыз. Бұл өте қызықты және жеңіл тақырып. Қарап отырыңыздар. Сабақтың соңында бір кішігірім мини тест болады. Сол тестті жақсы өту үшін сіздердің қазір мұқият тыңдағаныңыз маңызды. Ал дайын болсаңыздар, біз бастайық. Түстер біздің өмірімізде более күшті бір окрас беру үшін, жаңа эмоциялар шақыру үшін, өзіне бір ерекшелендіру үшін қолданылатын бір дүние болып саналады. Мен әлемімізді түстер елестете алмаймын. Өте скучный, депрессивный әлем болып саналатын еді мен үшін. Біздің қоршаған ортада сол түстердің белгілі бір функциялары бар. И сол функцияларды дұрыс қолдана білу өте маңызды дизайнерлер үшін. Бірінші пример айтып өтейік. Мысалға, сіздер байқадыңыздар ма, зумный пасталардың аяқ жағында определенный бір маркер болады. Қара, жасыл, қызыл, көк түстермен. Ол не мағына береді деп сұрасаңыздар, өзім сондай бір компания жұмыс істеген, сол кезде бізге түсініп берген. Қара түс ол зумный паста, товар полностью 100% химиядан жасалынған денеді. Яғни кішкене вредный, кішкене емес, в общем, нежелательный деп түсіндірді маған. Жасыл түс ол 100% наоборот органический заттардан жасалынған, яғни табиғи. Қызыл түс ол 60% химия, 40% органика. Көк түс ол наоборот 40% химия, 60% органикадан жасалған продукт болып саналады екен. Міне, түстер арқылы видите, уже қандай неше түрлі мағына беруге болады. Екінші пример, мысалға, дорожный знаки, жолда көрсететін знактар. И олардың бәрі бекер емеге жасалған жоқ. Не үшін? Себебі мысалы стоп дейтін, авария немесе бір қауіпті нәрселерді біз қызыл түспен белгілейміз. Ол бірден адам көзі назарын аударту үшін. Сары түстер ол как предупреждение, жасыл немесе көк түстер ол же нейтралды, бір бағыттаушы, бір көрсеткіш, бір немесе бір кішігірім ескертпе нәрселерді көк түспен басқа түстермен қолданады екен. И бұл нәрсені біз жиі өз қаламызда көреміз. Үшінші пример, тактильный примері. Неге олар ерекше сары, оранжевый немесе бір вызывающий түстермен қолданады? Себебі басқа массалардың ішіне ерекше көріну үшін, бірден клиентке өзінің көзіне назар аудару үшін, шақыру үшін такси деп. Основном америкалық таксилар бәрі сап-сары болып тұрады, и өзінің бір вайбы бар. Төртінші примерде көп тұрғанда түстердің алуан түрлі жиынтығын көре аламыз. Рекламаларда байқалынып жатыр, бүкіл баннерлер, бүкіл постерлер осы түстермен өздерін ерекшелендіріп біріне қаратқысы келеді. Мына жерде мысалы мен көзім түсіп тұрған Бургер Кинг бірден көзіме түсті. Не үшін? Өткен түстер уже есімде, сары, көк, қызыл деген сияқты. И дизайнерлер мақсаты сол түстерді қолданып, клиенттерді, тұтынушыларды өздеріне шақырта алу, қарата алу, өзіне назарын аударту алу болып саналады. Супер. Ары қарай, ең керемет түстер табиғатта. Мен бұл өзім бір убеждением. Не үшін? Себебі біз қолданған барлық түстердің бәрі негізі уже табиғатта, уже Құдай жаратып қойған деп сенемін. И біз просто солардан копировать етеміз, аламыз, өзімізге қолданамыз. Табиғат өте керемет, түстерге бай, толы, гүлдер болсын, таулар болсын, аспан болсын, вообще супер. И өзім көп вдохновение аламын. Иногда дизайннен шаршаған кезде осындай күшті картиналар қараймын, немесе тауға шығамын, табиғатқа қараймын, табиғатта серуендеймін. Сіздерге де сондай әдетті қалыптастыруға кеңес беремін. Кеттік, енді терминология бойынша өтейік. Түстердің модельдері болады. Ол не модельдер? Жалпылама негізі бір 10-20 шақты модельдер бар менің білуімше. И бірақ біз ең жиі қолданатын осы екеуі, SMYK және RGB. SMYK дегеніміз ол көгілдір, таңқурай, қызыл, сары, қара түстерден құралған түстер модельдері. Осы түстер арқылы басқа түстер жасауға болады деп тұр. Және RGB, қызыл, жасыл, көк. Осы үш түстер арқылы басқа да түстерді жасауға болады. Жасыл мен қызылды болсақ сары, көк пен қызыл болсақ фиолетовый деген сияқты. И осы модельдер біз өмірде жиі қолданамыз, дизайнерлер именно. Айырмашылық қандай? Мынаны еске сақтап алыңыздар. RGB бұл экрандар үшін. Яғни сіз егер дизайныңыз экранда көрінетін болса, мысалға пост, Instagram пост немесе сайт жасау жасаңыз, скорее всего RGB қолданғаныңыз дұрыс болады. Или автоматически сөйтіп настройкада сақталынған.
смик для печати, ол жаңағы Photoshop, Illustrator программаларында соны жасауға болады. Егер сіз бір нәрсені қағазға шығаратын болсаңыз немесе баннер жасайтын болсаңыз, лучше смик жасаңыз болады, дұрыс болады форматын. Неге? Себебі смик түстер сәл тускылау, чуть-чуть. Егер сіз мысалы бір нәрсені дизайн жасап, оны шығартқан кезде түсі өзгешкен байқасаңыз, скорее осы модельдерін дұрыс басына настройкасы қоймағандықтан болуы мүмкін. Оны кейінгі сабақтарда көрсететін боламын, қалай істеу керектігін. Супер. Ары қарай түстердің гармониясы. Жалпылама бізге күшті түстердің үйлесімін жасау үшін Йохан Слиттен деген кісі супер осындай түстер шеңберін жасаған етін. Осы инструмент арқылы күшті түстердің байланысын құруға болады. Қазір көрсетемін. Түсер гармониясының негізі әртүрлі модельдері бар. Соның ішінде ең танымал осы монохромдық, триадалық, квадраттық, комплементалды, аналогтық және бөлінген комплементалды болып саналынады. Фильм постерінен мысалдар келтірейік. Бірінші, монохромдық деген кезде ол бір түстің бірнеше реңктің қолдану арқылы жасалынған түстер жиынтығы. Мысалы сары, сарғылттау, қызғылт деген түстер қолдану арқылы күшті әдемі постер жасалынған. Видите, басқа лишний цвет жоқ особо. Акцент осы сарғылт түске белгіленген. Ол монохромды. Келесі комплементалды, яғни бір-біріне қарама-қайшы түстерді қолдану арқылы ерекше контраст жасап, осындай постер жасауға болады. Мысалы, Алиса сравнить жүйесінде жасыл и оранжевый, қызыл түстерді қолданып, бір-біріне комплементалды болып тұр. Тағы да комплементалды модельдің бір көрсеткіші, ол көк пен оранжевый, яғни ағылшынша teal and orange дейді. Голливуд фильмдер өте жиі қолданады. Постерден байқаған шығарсыздар. Бұлар өте жақсы бір-біріне контраст береді. И фильмдерде өте ыңғайлы цвет коррекциялардың бірі. Неге? Себебі мысалға адам түрін оранжевый бояу оңай. Адам түрін оранжевый бояу өте оңай. Ал көк түс салқын аспан немесе бір салқын көше немесе машиналарға берген кезде күшті контраст береді. Супер. Келесі аналогтық дегенімізде ол бір-біріне жақын орналасқан түстердің қосындысынан жасалынған түстер гармониясы. Известный Куб Пандада фильмде постер сондаймен жасалынған қызыл түстердің қосындысымен. Келесі ол тіктөртбұрышты. Бұл деген әртүрлі түстердің бір қосып жасалынған дизайнер саналады. Бұл дизайн жасай үшін осы түстердің гармониясын енді күшті бір экспертиза керек. Оны постепенно тартасыздар өздеріңізде. Асылы Голливуд фильмде жиі қолданады. Мысалы, Мстительдің постерінде әртүрлі персонаждар болғандықтан бұл жерге көп түстерді қолдану керек болды. Келесі, түстердің әртүрлі типтері бар. Жылы, суық, нейтралы. Жылы деп сол қызыл, сары деген түстерді айтуға болады. Суық деп сол фиолетовый, көк, жасыл және нейтралды ақ, қара, сұр. Бұл нәрсе база деп ойлаймын, түсінікті. Келесі тақырып өтеміз. Бұл түстердің психологиясы. Нағыз қызық осы жерде. Неге? Себебі жиі бізге дизайнерлерге мынандай ұсыныс келеді. Мысалы, логотип жасап жатсақ, қандай түс қойсақ болады, бізге компаниямызға негізі мынандай түс келеді, я так чувствую деп клиенттер келеді. И дұрыс түс таңдау бұл алғашқы этаптарда өте бір маңызды моменттердің бірі. И біз клиентпен байланысқан кезде стараемся олардың қалауына ұнайтындай және компанияға да кесірін тигізбейтін түстер таңдап беруге. Осы кезде бізге дұрыс түстер психологиясы қатты көмектеседі. Мысалы, қарап отырғандай, қызыл түс ол гнев, страсть, напор дейді, жасыл түс ол здоровье, молодость, сила, доверие дейді. Интернетте өте көп психологиялық интерпретация бар. Соның кішігірім қысқаша қазақша түрін қазір өтеміз. Сол кезде түсінікті болады деп ойлаймын. Көк ол бізде тұрақтылық, сабырлық, сенімділіктің белгісі. Суық реңктер психикаға тыныштандыратын әсер етеді. Расслабляет, спокойствие. Сонымен қатар аспан реңктері ой жинақтауға және жұмысқа бейімдеуге көмектеседі. Сондықтан көк түс кеңселердің интерьерінде жиі қолданылады. 57% ер адамдарға, 35% әйел адамдарға осы түс ұнайды екен. Қарап отырсақ, шынымен де көк түсті ең жиі көретініміз, аспаннан көреміз, судан көреміз. Көп өзіне тұрақтылықты, сабырлықты, сенімділікті тартқысы келетін компаниялар именно көк түсті жиі қолданады. Сонымен қатар бұл түс адамдар тұрақтылық пен қауіпсіздікті байланыстырады. Міне айтып өткендей, бұл түс тұтынушылардың өнім сапасына деген сенім арттыруға көмектеседі.
суық реңктерді брендтеу, тұрмыстық техника, смартфондар және басқа да техникалық құралдарды брендтерде қолданылады және медициналық қызметтерде жиі пайдаланылады екен. Мына Facebook, HP, PayPal, Samsung, Visa, Intel, ВКонтакте қарап отырсаң бәрі техникаға байланысты, банкке байланысты, где реально стабильность керек, доверие керек, коктус осы жерде өте жақсы қолданылады екен. Сізге коктус ұнаса, скорее всего, сіз осындай адамсыз. Жақсы, қозғалыс, даму, өсу, табиғилық белгісі. Бұл тұстанда жанрлар өзімшілдік келеді. Өзгелердің оны үнемі мақтап жүргені қалайтын, жақсы пікірлерінің күтіп жүретін жандар екен. Зеленый жақсы көретін сондай екен. Сонымен қатар бұл тәкаппарлықты көрсетеді. Жасылды көп дүкенде тұтынушылар демалып кететіндей әсер алу үшін қолданады. Мысалы, Starbucks, Sprite, Animal Planet, Lacoste, Tropicana дегендер табиғилықтың көрсеткіші, бір бейнеліктің көрсеткіші. Егер сіз Lacoste'ны немесе Starbucks'ын заведениеге барсаңыздар, сонда бір ерекшелік байқайсыздар да. То есть бір богатство, бір андай өзімшілдік деп айтсам енді ауыр кете ма, сондай бір атмосфера бар. И мысалы кофе 2,5-3 мың теңге тұрса да төлеуге дайынсыз. Не үшін? Себебі атмосфера сондай болып тұр да. И жасыл түс арқылы сондай бір беделдікті көрсетуге қолдануға болады. Келесі түс бізде ол сары. Бақыт, позитив, белсенділік, ескерту белгісі. Бұл түс адамды алға қарай талпыныс бере, жаңалыққа итермелейді. Бұл түс таңдағанда көбіне тұрақсыз болып келеді. Тамақ саласында көп қолданылады. Сары түс ол андай более такой позитив, энергия белгісі ғой. Енді біз бәріміз оны көріп жүрік. Билайн, онлайн, National Geographic, Летто, Макдональдс. Бұл түсті өте масс-маркетингте тамақта өте көп қолданылады. Так что сіздерде егер сіздің товарыңыз, продукцияңыз осындай бір бақыт, позитив, белсенділікті шақырту керек болса, сары түсті ойланбай қоя берсеңіз болады. Қызықты факт, интерьер дизайнерлер адамдарға өз ас үйлерін, яғни кухняларын қай түске бояймыз дегенде сары түске бояуға кеңес береді. Не үшін? Себебі сары түс адамның тәбетін, яғни аппетитін ашады екен. Қызыл сары. Креатив, энтузиазм, энергия белгісі. Бұл түсті таңдайтындар өмірге құштар, бойы энергия толы, адамдардың еркін тіл табыса алатын жандар болып табылады. Сатып алуға итермелейтін әрекетке шақыратын түстердің бірі. Энергия орталығы, өмірлік балансы сипаттайтын түс. Менде тура осындай ассоциация қызыл сарымен, яғни оранжевый, бір энергия, бір күш, бір позитивтің бір ерекше түрі да, креативтің көрсеткіші. Dodo Pizza, Fanta, Orange, Nickelodeon. Осы компаниялар рекламаларын, бренд позиционаларын көрсетеді, сонда бір креативті, позитивті көрсетеді екен. Қызыл, қозғалыс, энергия, махаббат, батылдық белгісі. Бұл түсті таңдайтындар батыл, тәуекел жасаудан қорықпайтын жандар болып танылады. Қызыл, назар аудару үшін қолданылады. Осы назар аудару деген внимание да, қауіп немесе науқан, яғни акция да. Белгілі компаниялар Red Bull, Coca-Cola, KFC, Netflix осы қызыл түстер арқылы өзін бір ерекше көрсеткен шығар, скорее всего. Потому что Red Bull'ың көп рекламаларын, жаңа экстремалдық нелерді көруге болады, акцияларда. Coca-Cola тоже самое өзін ерекше көрсеткісі келеді барлық жерде де. KFC, Netflix'ті тоже қызыл түс оларға прям әдемі өздеріне жақын, брендке жақын түстер екен көріп тұр. Күлгін. Күш-қуат, мәртебе, бедел, руханилықтың белгісі. То есть духовность. Бұл түсті таңдайтындар сиқырға сенетін және таң қалу мен таң қалуды қалып жүретін жандар. То есть магия сияқты жасауға ұнатады да. Магический цвет қой, енді фиолетовый деген. Күлгін түс көбіне косметикамен қартаюға қарсы шығарылған өнімдерге көп қолданылады. Куликовский, FedEx, Wildberries, Wonka, Milka. Бұлар рыноктан ерекшеленгісі келіп, басқаша болғымыз келетін, таң қалдырғымыз келеді деген мақсатта жұмыс істейтін брендтер болып саналады. Сондықтан олар күлгін түс өте әдемі келіп тұр. Мынандай бір қызықты факт бар. Кезінде көп күлгін түсті тек қана король иелері, корольдің қасында жүретін адамдар ғана сондай күлгін түсті киімдер кие алған. Неге? Себебі табиғатта күлгін түсті табу өте қиын. Мысалы сары, қара, жасыл түстерді табу оңайырақ болса, солардан ткань жасау, киім жасау оңайырақ болса, күлгін түсті жасау өте қиын болған. Сондықтан да оларды табу қиындық болса, бағасы да қымбат, скорее соны корольдар ғана кие алатын. Біздің де миымызда сонда күлгін түс ерекше беделдіктің белгісі болып қалған. Қара сыршылдық, талантпаздық белгісі, биліктің белгісі. Бұл түс бір жағынан қайғы, қара көш, қараңғылық белгісі болса, екінші жағынан табандылық пен қайсарлықтан, тұрақтылық пен шығымдылықтың белгісі болып танылады.
люкс класстағы маркетинг өнімдері көп қолданылады екен. Қарап отырсақ, шынымен де қара бұл өзінің сыршылдығымен өзіне тартымды қылатын брендтерге жарысады. Adidas, Prada, Gucci, Nike, Louis Vuitton, Zara, The North Face, Chanel. Бұларда ешқандай басқа түстер жоқ, тек қана қара и болды. Біз ерекшеміз, бізге Қазақстан қызық, біз сен үшін әртүрлі түске боянбаймыз, біз осымыз деген слогандар бар да біздердің ерекше. Қара түсті осындай талғампаз, белек, сыршыл адамдар көп қолданады екен және жақсы көреді екен. Сор немесе күміс, еркіндіктің нышаны. Бұл түсті таңдағандар белгілі бір жүктелетін міндетіне ада болғысы келеді, яғни атеистіктен ары, нейтралитет қой, ештеңе араласқысы келмейді, көпшілік ортаны ұнатпайды, ортада оны бары жоғы байқала бермейді. Адамдар оларға тек тез жалықтырғыш, іш пысыратын жаратылыс ретінде қабылдайды екен. Бұл адамдарға қатысты. Брендтерді сор және күміс бұл более премиальності көрсетті деп ойлаймын. Lexus, Nissan, Apple, Wikipedia, Toyota. Супер. Еще сор және күміс түс бұл темірдің белгісі. Машина, техникаға байланысты компаниялары сор түс прям күшті келеді. Түстердің физиологиясын енді кішігірім өтіп шықты. Көздеріңіз тағы зерттесеңіздер тоже қызық болады. Прям өте интересно для меня, көрсеңіздер. Сіздерге енді бір-екі пример бергім келіп жатыр. Қалай түсті өзгерту арқылы постердің уже эмоциональдық тонын өзгертуге болады деген наглядно көрсетіліп тұр. Қараңыздар, мынау екі постер, содержаниесі тура сол, текст тура сол, адамдар тура сол, вертолет бәрі тура сол. Тек қана артыңғы фон өзгерген түсімен. И байқасаңыздар уже мүлдем басқаша адамның настроениесіне қарай өзгереді. Оттың көрсек, біз опасыз, біз бірден көзге түсіп андай бір сұрақ, бір қауіп сезіп жатсақ, екінші постерда көкспен наоборот расслабление, спокойствие чувствосын беріп отыр. Видите, да? Бір түсті өзгерту арқылы қандай екі түрлі контрастны чувствоға адамға ұшыртуға болады. Түстер егер іздеп жүрсеңіз, неше түрлі әдемі түстерді қолданып жүрсеңіз, осындай сайттар бар. Colorado, Chroma, Gradient.app деген сияқты. И сіздерге біз жаңағы пайдалы материал ше түстерді арналған сайттардың списогі бар, сондықтан да қарасаңыз болады. Келесі нәрсе ол градиент. Градиент дегеніміз не және оны қашан қолдану керек, қалай қолдану керек. Жалпы градиент дегеніміз ол бір түстен екінші түске ауысу деп айтсақ болады. И дизайнда оны мынандай мысалмен көрсетсек болады. Бірінші примерде күшті бір лакостаның духи деп ойлайық, аромат точно повторяет деп жазылып тұр. И әдемі, бірақ без градиента скучно болып тұр. Екінші пример с градиентом ерекше да, точно товарға бір акцент беріп жатыр. Вот, осындай градиенті көбінесе осындай бір ортадағы товарға ерекшелік беруге қолдансаңыздар болады. Градиентті көбінесе жаңағы музыкалық индустрияда да, IT индустрияда көп салаларда қолданылса болады. Басты дұрыс градиентті қолдана біліңіздер. То есть дұрыс түстер таңдай біліңіз. Мысалы, кейбір түстер бір-біріне жараспайды. И градиентті лучше дайын паттерндармен жасаған дұрыс. Мысалға, ең күшті градиенттер опять же табиғатта, особенно закатта, аспанда қарасаңыздар, неше түрлі түстер табуға болады. Міне пример ретінде қойдым. И осындай түрлі паттернда негізі градиенттермен интернетте толып жатыр. Өзіңізге ұнайтынын таңдап, өз брендтерінен дизайндарыңызды қолдансаңыздар болады. Міне тағы да бір пример табиғатта. Аспан негізі әртүрлі түске бояланады. Көк, сары, қызыл, жасыл, алуан түрлі. И ол соның үстімен әдемі деп ойлаймын. Шынымен де аспанда өте көп градиенттерді көре аламыз. Енді кішігірім тест жасайық бағана өткен тақырыптар бойынша. Бүгінгі маңызды ақпараттарды өз басымызда бекіту үшін. Ал бастайық. Мен сұрақ көрсетемін, 5 секунд беремін. И ішінен 5 секунд санаған соң жауап беруге тырысыңыздар. Өте оңай. Көрейік кім қалай еске сақтаған. Ал бастайық. Бірінші, қай түстер модельдері дұрыс? А. RGB экрандары үшін смик печать. Б. Берде печать смик экрандары үшін. С. Смик печать БТР экрандары үшін. Д. Смик экрандары үшін TRG печать үшін. 1, 2, 3, 4, 5. Әрине А варианты. RGB экрандары үшін смик печать үшін. Супер. Келесі. Түстер неше типтер бар? А. 2 ыстық және суық. Б. 4 салқын, жылы, қараңғы және жарық. С. Суық, жылы, нейтралды.
Д. Төртеу. Қаралау, ашық түстер, сұр, алуан түсті. 1, 2, 3, 4, 5. Әрине дұрыс жауап ол суық, жылы, нейтралды. 3 типке бөлінеді. Йохсеттен деген кім? Француз суретшісі, арт-студияның дизайнері, режиссер, колорист, түстер шеңберін ойлап тапқан адам. Әрине бұл түстер шеңберін ойлап тапқан адам. Супер. Түстер шеңберде екі қарама-қарсы түстерді қолдану ол не болып саналады? Комплементалды, монохромды, триадалық или аналогты? 5, 4, 3, 2, 1. Әрине бұл комплементалды. Бағана айтып өткенде тео оранждар. Көк түс қандай сезімдер береді? А. Күш қуат, мәртебе, бедел, руханиялық. Б. Тұрақтылық, сабырлық, сенімділік. С. Креатив, энтузиазм, баланс. Д. Еркіндіктің нышаны. Дұрыс жауап. Әрине тұрақтылық, сабырлық, сенімділіктің белгісі. Келесі сұрақ. Мәртебе, бедел, руханиялық қай түстерін білдіреді? А. Қара түс. Б. Қызғылт. С. Сұр түс. Д. Күлгін. Әрине бұл күлгін түс. Супер. Последний бірінші сұрақ. Суретте түстер гармониясы қалай жолмен жасалынған? А. Аналогты. Б. Триадалық. С. Монохромды. Д. комплементалды. Әрине бұл аналогты. Супер. Дұрыс жауап берсеңіз, сіз молодецсіз. Бірнеше түстердің араласуы не деп аталынады? А. Кемпірқосақ. Б. Градиент. С. Раритет. Д. Түстер коллаборациясы. Әрине бұл градиент. Супер. Осымен кішігірім тестімізді аяқтайық. Думаю, көп сұраққа жауап бере алдыңыздар. Егер істесеңіздер, молодцы. Жалпы мұнда тесттер кішкене информацияны есте сақтау үшін қатты көмектеседі. Супер. Бүгінгі тақырыбымыз бойынша басты инсайттарды айтып өтейік. 1. Түстер бетті алда қолданбаймыз. Это важно, да? Анау түс надо, мынау түс надо емес. Әр түстің өз мағынасы бар. Вот екінші пример. Әр түстің өз мағынасы бар. Сол мағынаны дұрыс аша біліңіз, дұрыс түсіне біліңіз. И оны туралы тағы да бір өзіңіз оқып шықсаңыз болады, проблема жоқ. Немесе бағана презентация бойынша тағы да қарап, әр түстің қандай мағына екенін өзіңіз жазып алсаңыз артық етпейді. Түстер эмоция шақырады, ол түсінікті шығарда. Айтып өткенде бағана қызыл, страсть, опасность, любовь болса, там көк, спокойствие деген сияқты. Осы эмоцияларды керек кезде дұрыс қолдана біліңіз. Андай маған қозғалыс керек, мен қайсы түсті білмей жатырмын десеңіз, алдыңызда жаңағы шеңберді ашыңыз, түстер психологиясы деген, и сол жерде тұрады, жасыл немесе оранжевый деген сияқты. Керемет. 4. Түстер арасында гармония болу үшін дайын түстер палеттерін қолдансаңыздар болады. То есть өзіңіз ойдан түстерді байланыстырамын десеңіз, скорее всего, қателесесіз. Қызыл мен сары, жасыл мен көк деп, и ол жерде көп недочеттар болады. Желательно уже дайын палеттерді қолдансаңыздар, түстер палитраларынша. Pinterest'те, Google'да өте көп. Сары мен көктің палитрасы десеңіздер, сізге әртүрлі уже дайын шығарып береді. Соларды өз дизайн қолдансаңыздар, скорее всего, қателеспейсіздер. Бүгінге осы. Назарыңызға рахмет. Күшті сабақ болды деп ойлаймын. Түстерді изучать ете беріңіздер, көре беріңіздер. Себебі түстер самый өте мықты инструменттердің бірі. Адамға эмоция шақыратын, өзіне қаратылатын, атмосфера беретін. Келесі сабақта сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.